Үкіметтің отырысында өңірлердің жылыту маусымына дайындығы қаралды. Құзырлы министрліктің есебін тыңдасаңыз, елдегі алдағы жылыту маусымына дайындық жұмыстары қарқынды жүріп жатыр. Энергетика министрі Ерлан Ақкенженов электр станцияларында қазандықтарда жөндеу жұмыстары жүріп жатыр дейді. Биыл электр станцияларында 10 энергия блогын, 63 қазандықты және 39 турбинаны жөндеу жоспарланған. Қазір 5 энергия блогында 22 қазандықта және 12 турбинада жөндеу жұмыстары аяқталды. Энергетикалық көздер бойынша жөндеу жұмыстарына 376,7 миллиард теңге игеру жоспарланған. Бұл былтырғы деңгейден 13%-ға жоғары. Электр энергиясын беру желілерінде, жылумен жабдықтау желісінде жөндеу жұмыстары мерзімінде аяқталады деп сендіріп отыр министр. Дегенмен электр станцияларында технологиялық бұзушылықтар тіркелген. Соның бірі кезінде қыс ортасында жылусыз қалған Екібастұз тіркеліп отыр. Сонымен қатар Екібастұз МАЭС 1 және АЛЭС акционерлік қоғамы ЖЭО3-те технологиялық бұзушылықтар ұлғайған. Көрсетілген технологиялық бұзушылықтар бойынша энергетикалық қадағалау комитеті құзыреті шеңберінде тиісті тергеу жүргізді және осындай жағдайлардың қайталауын болдырмау үшін ұсыныстар берілді. Алайда бас энергетик пен облыс әкімдерінің баяндамасын қиыспай жатқан тұстар да байқалды. Бірқатар өңірде алдағы жылыту маусымына дайындық толыққанды қамтылмағаны мәлім болды. Премьер-министр Олжас Бектенов энергетика мен коммуналдық шаруашылық нысандарын жөндеу және жаңартуды бақылауды күшейту қажет деді. Тозығы жеткен электр станцияларын жөндеу мен жаңғырту үшін бөлінген миллиардтардың дұрыс игерілгені игі ғой. Себебі бұл мақсатқа бөлінген қаражат көзі өткен жылдан 15%-ға көп. Жоғарыда айтылғандай 377 миллиард теңге бөлінді. Оған қоса үкімет резервінен жөндеу жұмыстарына 48 миллиард теңге қарастырылған. Бектенов бірқатар өңірде жөндеу жұмыстары уақытында аяқталмай қалу қаупі барын айтты. Оған қоса Ақмола облысында Степногорск жылу электр орталығында резервтік қазандықты жөндеу әлі аяқталған жоқ. Маңғыстау облысында екінші жылу электр орталығында 2 турбинаны жөндеу мерзімі ауыстырылды. Сондай-ақ Ақтау қаласында жылу желілерін жаңғырту жұмыстарының қарқыны төмен. Мұндай мәселелер әр өңірде бар, жалғастыра беруге болады. Бұндай жағдайлар әкімдер тарапынан жоспарлаудың нашар болуы мен қатаң бақылаудың жоқ екенін көрсетеді. Кейбір облыстарда қысқа дайындық бойынша өңірлік штабтардың жұмыстары мардымсыз болып отыр. Ал солтүстік өңірлерге қыс қылышын сүйреп ерте келеді. Сондықтан әкімдер мен құзырлы министрлік басшыларына жылу беру маусымына дайындықты қатаң бақылауға алуы керек. Тұрғын үйлермен қатар мектептер, денсаулық сақтау мекемелері түгел жылыту маусымына сақадай сай болуы тиіс. Өткен жылғы көрсеткішке сүйенсек, елдегі жылу беру станцияларының қазандықтардың тозу деңгейі 60%-ды құрады. Әселім Қалкен, Ахмедияр Алиясов, Хан ТВ, Астанадан.